Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өзімнің және отбасымның сүйіп жейтін шоколадты пирогының рецептісін ұсынатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Менен сіздерге рецепт, сіздерден өзіме қолдау күтемін. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін маған жазылып қойыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Пирогқа керекті заттар: жұмыртқа, қант, сүт, сұйық май, ұн, ас содасы, какао және пергамент бумага керек. Алдымен жұмыртқамызға қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Осылай көпіргенше жақсылап араластырамыз. Оған 2 шай қасық ас содасын саламыз. 200 грамм сұйық майымызды саламыз. 6 ас қасық какаомызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Түйіршік қалмайтындай әбден араластырамыз. Силиконды күрекшенің көмегімен осылай жан-жағын сыпырып, сиырып, ортасына келіп, қайтадан жақсылап араластырамыз. Оның үстіне бөлме температурасындағы немесе жылы сүтімізді құямыз. Сүт 400 грамм сүт. Хош иістендіру үшін ванилин құямыз. Мен осындай ванилин қолданамын. Одан кейін ұнымызды саламыз. 400 грамм ұн кетеді, негізі мен көз мөлшерімен салдым. Жақсылап түйіршік қалмайтындай араластырамыз. Міне осындай болу керек. Осындай консистенцияда болу керек. Қатты қою емес, қатты сұйық емес, осындай болып шығу керек. Осындай масса. Табамызды арнайы пергамент бумагасымен қаптап, осылай құйып формаға әбден түбін ұрып, алдын ала қыздырылған пешке саламыз. Оған дейін бетіне ганашын дайындаймыз. Мен Қазақстан шоколадын қолданамын. Шоколадты күштен өткізіп, оған кілегейді құямыз. Жақсылап араластырып, микроволновкаға қоямыз, немесе жай баяу отта, газда ертіп аламыз. Піскен пирогымыздың үстіне суығаннан кейін ганашымызды құямыз. Құйғаннан кейін жан-жағына жағып, әдемілеп, орехтің көмегімен сәндейтін боламыз. Мен осылай жаңғақпен сәндегенді ұнатамын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Міне осындай керемет пирог шықты. Дәмі деген өте керемет. Рецептісін описание бөліміне жазатын боламын. Ас болсын.